Тағы да мен, тағы да төрт бұрыш бөлме. О Құдай, бұл дүние неткен қатал, неткен әділетсіз еді. Бұл ма сенің жаратқан әлемің? Тағдыр сүрінсең құлатат, түңілсең сұлатат. Қайғыға мойымайтын мықтың үн атат. Бақытын іздегендер бал менен ут атат. Шіркін, бұл жалған өмірде бақытты күндер келер ме? Неліктен кейбір адам жасамаған ісі үшін сонша төлеп беруі қажет? Бірі өмір бақи сау, бірі ауру, бірі шіріген бай, бірі қайыршы. Бишара күйеуім екеумізге тағдыр өмірдің еш жақсылығын маңдайымызға жазбапты. Аштық пен суықтан, уайым қайғыдан көз ілмегелі қай заман. Ол байғұста барынша тырысып, қан қатқанша жұмыс істеп жүр. Тынғаны да алыс емес. Бірақ ол қаншалықты бақытсыз болса да, оны бұл өмірде бір нәрсе ұстап тұр. Үміт. Мен түнделетіп жылағанда, қатын бұл жылағаның не? Әлі көресің, мен сауығып кетемін, екеуміз ертегідей өмір сүретін боламыз, деуші еді. Өзі мұңаяды ғой, білемін. Бірақ ұстанымы әдеті болып кетті. Кім біледі, бәлкім уақыт өте келе бәрі өзгеретін шығар. Күн атқанда күліп оянып, күн батқанда күліп жатып, бұл емес пе бақыт деген? Жоқ, дұрыс, үміт. Шықпаған жанда үміт бар, дейді емес пе? Бұған күннен күнге көзім жетеді. Бастан кешкен бар қайғымды басатын да сол үміт. Мейлі, болашағым да осындай болар шығар, жарайды. Бірақ менің жүрегімдегі үміт оты басылғанша, мен әділетсіз болсын, өмірім үшін күресемін. Отбасымызға лайық өмірді күтемін. Әрдайым уәде беремін.